қазақ елі көп болса мен өзімнің айтқан сөзіме ана Баян мен Динараға көп болса іш тарабын төлермін. Ештеңе етпейді. Бірақ та ескертіп қояйын. Бүкіл халықты мен басып көтереміз. Мына екі әйел сол сөзді мен ашу үстінде неге айттым? Қазақ тілін, ана тілін құрметтемеген үшін ол екеуі біздің елде тамаққа тойған, ақшасы бар, жағдайы бар бола тұра қазақ тіліне, ана тіліне түкіргені бар деген үшін мен осындай олармен сөзге келдім. Комплект дейме, бірдеңе дейді өздерінің тілінде. Сондықтан қазақ халқын қолдауға шақырамын. Ол осылай кете беретін болсақ, етакты заңда біз қорғаған жоқ ана тілді. Енді мынандай шүлдірлеген әйелдер рұқсат біткеше мен айқайым содан басталды. Ақтөбеде мына әйелге орысша кеш өткізуге мен туған жерімде соның бәрі айқай содан басталды. Сондықтан ана тілін қорғауымыз керек. Халықты соған шақырам. Мені қолдағандарың. Сонымен бірге бұл әйелдер тағы да бір жаман нәрсесі. Мына бізде мәдениет саласында бұлардың өткізген кештері әйел адамдарды бұзатын кештер. Мысалы деген би әдепті қылықтар жасайды, сөйтіп отыр, сондай сөз естіге ренжіп жүр. Мысалы өткенде Алтын ханым деген кештерінде 50-дегі әйелдерді сайысқа шығарып жүр. О заманда бұл заман. Сосын өзі де мына Баян ханым концерт берген кезде, Баян Шаяндарын концерт берген кезде сахнаға 2 пұтын аспанға көтеріп алып шықты. Міне осының бәрі біздің жастарға не үлгі, қандай үлгі бұлардың. Ол кеше қыз жібектің камзолына ақша берсе, ол кісі заң жүзінде де өте қателік жасап, өрескел. Бірақ бұл алдымызды орап, әйтеуір сыйлығын беріп құтылды. Негізі ондай тарихи бұйымға оның еңбегі сіңген жоқ. Ол кісі тірі, көзі Құдайға шүкір. Оның Баянның үйінде тұрудың өзі заңға қайшы. Қазақшасы сол. Босқа табынудың